Сағадат Нұрмағамбетов атындағы құрлық әскерлерінің әскери институтында бүгін ерекше күн. Себебі кеше ғана талапкер болып, емтихан тапсырып жүгіріп жүрген 600-ден астам азамат армандаған оқуларына түсіп, бүгін курсант атануда. Мандаттық комиссия барысында ұсынылған 15 мамандықтың бірін таңдап, өздерінің әскери өмірлеріне алғашқы қадамын жасаған жас жігіттер өз қуаныштарымен бөлісуде. Құрлық әскерлерінің әскери институтында отан алдындағы борышымды өтеп жүрдім. Енді дәл бүгіннен бастап курсант болып оқуға түстім. Ешқандай емтихансыз, ешқандай тестсіз бұндай жеңілдік болады деп ойламаған едім. Мемлекеттің бұндай берілген жеңілдіктеріне рахмет. Өзімнің бала кезгі арманымның орындауына үлкен жеңілдік болды. Ата-анама, бауырларыма жалынды сәлем. Сабыр Рахимов атындағы Жас ұлан мектебінің түлегі Бектөре Мұратов оқуға түскені туралы хабарын алғашқы болып өзінің командиріне хабарлады. Саламатсызбы, Шырамызы? Бектөре, қалай жады? Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Жақсы, Бектөре, өзің қалайсың? Жақсы, не істеп отырсыз? Өттім мамандықпен? Так, точно, өттім, Шырамызы. Түсті ма? Ойлаймын. Құдай қаласа еліміздің үлкен азаматы бола берді. Елімізді, жерімізді сендер біз болып қорғамаса, оны ешкім қорғамайды. Так, точно, Шырамызы. Қаншама балдас шығып кетті, қаншама балдас жетпеді, мықтының мықтысы бар. Ол сондай мықты балдарды үйіріп отыр сендерге. Сондықтан мықтылар үшін одан да мықты дәлелдеңдер. Оқуға қабылдау комиссиясы осымен өз жұмысын аяқтады. Алдыда курсанттарды сарбаздың ұрыс алаңындағы іс-қимылын үйрететін жас жауынгер курсы күтуде. Аталған курс қыркүйек айының 14-і өтетін әскери ант қабылдау рәсімімен аяқталады.